Енді мен өзім сізді танығалы, сіз керемет психология маманы, коуч, тренер, көптеген қыз келіншектерге, ер азаматтарымызға, жалпы қоғамға пайдаңыз тиіп жүрген жан ретінде танимын. Одан бөлек бір отбасының ұйытқысы, керемет ана, ибалы, келін, аяулы жар ретінде білемін. Енді осыған дейінгі мөлдір кім болды? Және қандай болды, осы сұраққа жауап беріп кетсеңіз. Қайырлы күн. Енді кім болғанымды қысқаша айтатын болсам, жалпы мен Қызылорданың тумасымын. Қызылордада туып өстімін. Одан кейін осы бір себептермен Атырауға қыдырып келіп, қазіргі жарымды танысып, сол мен 20 жыл болды, қазір бірге тұрып атқанымызға 5 баланың анасымын. Енді бұл салаға көптеген қиыншылықтар болды. Әкеден ерте айырылған себептен, ауыртпашылықтың көбі маған түсті, үйдің үлкені болған себептен. Сол анамның қасында жаңағы көмекші ретінде анама жүк көп артпайын деп өзім ерте басынан қандай қолыма жұмыс түсті, сондай жұмысты жасай бердім. Осы тұрмысқа шыққаннан кейін енді балалы бола тұра үйде отыра алмай, енді кішкентай кезімнен жұмыс жасап, ерте жұмысқа араласқаннан кейін саудаға да шықтым, қарбыз сатқан күндерім де болды. Торговый агент деген аттарды предлагать етіп, енді менде бала күнімнен өзімнің бір қасиетім, қолыма түскен нәрсені жақсы сата алатын болдым.